Амансыңдар ма? Жалпы мына қазақта айтады ғой, біз көк бөріден тарағанбыз деп, көк бөрінің ұрпағымыз деп. Яғни көк бөрі асырап алыпты, соны еміпті дегендей. Бұл енді аңыз ғой. Аңыз қай халықта жоқ дейсің, бәрінде де бар. Және жылқы малын аса қадірлейді. Және қасқырдың да көп қасиеттерін бағалайды. Қазақ енді табиғатта өскен халық қой енді. Сол жылқы малының да қасиеттерін бағалап, солардан үлгі алып жататын бар. Қасқырдың да қандай қасиеттері бар екенін енді білсеңдер керек енді. Соның жақсы жақтарын айтып жатады енді үлгі қылып. Соны енді мына діндегі бауырларымыз айтады да, мына тәңіршілдер деп айтады енді оны. Қазақы санадағы адамдарды олар тәңіршілдер дейді да. Енді онысы рас. Бұлар дейді жануардан үлгі алған оңбағандар деген сияқты сөйтіп бір күлетін әңгімелері бар. Бұл жануардан үлгі алу, бұл исламда да бар негізі. Енді жануарлар адам сияқты емес, олар бір қасиеті болса, сол қасиетін негізі жоғалтпайды. Сондықтан да енді барлық халықтарда да ондай нәрсе бар шығар. Бұл жалпы исламда да бар. Оны бәріңіз де білесіңдер. Мысалы, Абыл мен Қабыл бір-бірін өлтіріп қояды ғой. Сол кезде анау өлікті жасырамын деп, қалай жасырарын білмей тұрған кезде қарға үйретеді дейді. Яғни қарға жаңағы қазып көміп өлікті, көміп жатқанын көріп, сол қарғадан, яғни өнеге алып тұру жерде. Адам жерлеу дәстүрі содан қалған дейді. Роликті қойып қояйын, соны тыңдап жүріңдер. Қарға неге ораза ұстайды? Құстардың арасында ең ақылдысы қарға екенін білесіз бе? Ол туралы түрлі аңыздар бар. Қасиетті Құран кәрімде қарға жайлы аз айтылмайды. Жер бетіндегі ең алғашқы қылмысты жасап, өз бауыры Абылды өлтірген Қабылға адам денесін көмуді осы қарға үйреткен деседі. Ал қасиетті Қағба тасына қаскөйлер шабуыл жасағанда, қарғалар қара бұлттай үйіріліп, әуеден қара тасты қарша боратқан екен. Бізден бұрын жылқыны бабам мінген, балаларым мінерін бабам білген. Жылқы үстінде жігіттер адаспайсың, жылқы білет жолдарды бабам жүрген. Жылқы бауыр, жылқы дос туысқаның, жылқы үстінде жігіттер туыстағың. Төрт түліктің үшеуін ұмытсаң да, ей жігіттер, жылқыны ұмытпағың. Жайдақ чапсаң жігіттер жылқы менен, екі шатың тердейді шылқып денең. Күніңді қаратпайды дәрігерге, дәрігердің атасы жылқы деген. Атаң шыққан ұйықтамай құбатаңнан, жылқы мініп бойына қуат алған. 70-тегі атаңның сүт көнжесі, 7 айлық сенбесең сұрапаңнан. Келінсіз өтсең не шара, еш доссыз өтсең не шара, лексуссыз өтсең не шара. Ақан сері айтқан кешегі құлағгері жоқ адам бейшара. Жылқы малдың патшасы, малдан да қымбат ноқтасы. Қасиетті сол өңір бұрылса егер ат басы. Атадан мал қалса да артынан бағып жүресің. Қораң түйеге толса да жігітке жылқы білесің. 1000 үйір жылқың болса да біреуін ғана мінесің.